Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы күнделік толтырамын. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Жаңа сөздер: күнделік дневник, толтырамын заполню, апарамын отнесу, апармаймын не отнесу. Қайталаймыз, балалар. Күнделік дневник, толтырамын заполню, апарамын отнесу, апармаймын не отнесу. Тыңда, қайтала, оқы. Балалар, суретке қараймыз, Әнел, сен күнделік толтырасың ба? Әлібек, мен күнделік толтырамын. Мен мектепке күнделік, кітап, дәптер, қалам, қарындаш апарамын. Ойыншық апармаймын. Мен күнделік толтырамын. Менің күнделігім таза. Дұрыс айт. Күнделік толтырамын. Күнделік толтырамын. Балалар, дұрыс айтып үйренеміз, балалар. Айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма: мектепке не апарасың? Мен мектепке күнделік, кітап, дәптер, қалам, қарындаш, қаламсауыт, өшіргіш, ұштағыш апарамын. Жазылым тапсырмасы. Дәптерімізге жазамыз. Екінші тапсырма: суреттің орнына қажетті сөзді қой. Көп нүктенің орнына қосымша жалғап жазамыз. Мен күнделік толтырамын. Сен күнделік толтырасың. Ол күнделік толтырады. Балалар, жалғауларын дұрыстап, дұрыс қойып жазамыз, балалар. Кел жаттайық. Үйге тапсырма. Жаттауды жаттаймыз. Дайын дәптер кітабым, бәрін таза тұтамын. Мөлдір білім кәусарын, жалықпастан жұтамын. Бақыт Исаева. Балалар, жаттауды жаттаймыз. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.